Құрметті отандастар, пандемия салдарынан Қазақстан бүкіл әлем елдерімен бірге күтпеген қиындықтарға тап болып, жаһандық дағдарыстың ең қиын кезеңін бастан өткеруде. Әлеуметтік экономикалық ахуалдың күрт нашарлауы нәтижесінде дамыған мемлекеттердің өзі де дағдарыстан күресіп жатыр. Мұндай жағдайда кез келген үкіметтің алдында тұрған ең өзекті мәселе экономиканың дамуы және сол арқылы ел азаматтарының денсаулығын түзетіп шаралар қолдану. Бізге халықтың қауіпсіздігі менен амандық үшін бар күш-жігерімізді салу өте маңызды. Осы орайда әсіресе медицина қызметкерлеріне ерекше алғысымды білдіремін. Олар пандемияның алғашқы күндерінен бастап коронавирусқа қарсы күрестің алдыңғы шебінде жүр. Еріктілерге де алғысым шексіз. Біз біргеміз акциясы аясында ғана жас отан барлық мұқтаж жандарға қолдау көрсеткен 5000 еріктінің басын біріктірді. Әрине кемшіліктерде мұндай жұмыста болып жатады. Коронавирус дағдарысы мемлекеттік басқарудың кейбір салаларында олқы тұстар бар екенін де көрсетті. Жедел әрекет ету жағы жетіспей жатты. Мәселенің шешілуі бюрократиялық кедергілерге де тірелді. Мемлекеттік органдар мен кейбір басшылар халықтың нақты проблемаларын жете сезінбейді деген сын айтылып жүргенін мен жақсы білемін. Бұл барлық деңгейдегі депутаттардың да жұмысына қатынасты болады. Оны көбіне орынды сын деп есептеймін. Депутаттар халықтың ортасында болып, елдің мұң-мұқтажын жеткізуге тиіс. Депутаттардың міндеті әрдайым ел мүддесін қорғау. Осыны ұмытпауымыз керек. Уважаемые соотечественники, как вы помните, 3 года назад была проведена конституционная реформа в нашей стране. Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы, усиленной роль парламента, подотчетность правительства, реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов. В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен 2 раза. Законодательно внедрена квота 30% для женщин и молодежи в партийных списках. Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц, профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения. Понимая свою историческую ответственность, партия Нур Отан приняла программу, которая называется «Доверие, диалог, уверенность в будущем». Результатом перезагрузки правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране. Это проводится впервые. Это внутрипартийные выборы. Вот это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов. Многие известные политологи, гражданские активисты поддержали эту нашу идею. Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников Нур Отан и готовы принять участие в наших реформах. Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы. Главное – обеспечить прозрачность, честность, равные условия и конкурентность для всех участников. Уверен, что в атмосфере доверия, взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять на карандаш, то есть на контроль. Все решения необходимо увязать с возможностями, конечно, бюджета для включения в предвыборные программы каждого региона, города и области. Перед страной стоит вопрос после пандемии восстановления экономического роста и создания за счет этого рабочих мест. Оживление работы малого и среднего бизнеса – это заработки, это улучшение жизни. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предстоящую предвыборную программу партии и станет руководством к действию нуротановцев на следующие 5 лет. Призываю всех партийцев, сторонников Нур Отан принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии. Құрметті отандастар, біз тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында тұрмыз. Ғасырға тең келетін жол жүріп өттік. Біздің буын
ауыртпалығы мол дағдарыс кезеңінде егемен мемлекет құрды. Ұлттық экономиканы қалыптастырды. Шекарамыз шегенделді. Қазақстан әлемге бейбітшіл ел ретінде танылды. Біз тұрақтылық пенен келісімді сақтай білдік. Біртұтас ұлтқа айналдық. Бірақ алдымызда әлі де көптеген қиындықтар бар. Мен әрдайым айтып келемін, және қазірде қайталап айтамын. Тәуелсіздікте қол жеткізу, мемлекет құру ол бір бөлек, тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай қорғап, нығайтып, келер ұрпаққа тапсыруымыз қажет. Сондықтан жиған тәжірибемізге сүйеніп, өткен күннен сабақ алып, алға ұмтылуымыз керек. Ортақ мақсат елдің ертеңі, халықтың болашағы жолында бірге алатындар ғана табысқа қол жеткізетінін ұмытпауымыз керек.